Туған бөлесі боламын, Кері әпшенің әпшесінің баласы. Бүгінгі қуанышқа жетер. Қазір айтады өзі тыныш. Есім Ерболдан, жұбайым келіншегім, Айдана, қарындасым Азира, жанындағы күйеуі боламыз, Бағдәулет есімі болады. Рахмет осындай қуанышқа шақырып жатқандарыңызға. Ортақтасып, әр адамның құндылығы бұл өмірде сыйластық пен адамгершілік болып табылады. Сол себепті ең бірінші сыйластық шақырып осындай дастарханда қуанышқа шығып отырғандар өте қуаныштымын. Сыйласып жатқандарыңызға, араласып жатқан, танысып жатқандарыңызға рахмет. Ең бірінші осы Құдай қаласа Лаураның бүгінгі жеке мерекесі, әпшеңді туған күні құтты болсын. Тек қана Лаураға деп айта берейін енді, Лаураға айтасыз ғой өзіңіз. Лаураның тек қана бүгінгі туған күні құтты болсын. Ең бірінші адами денсаулықтары мықты болсын, Құдай қаласа. Денсаулық болса, сосын адамгершілік өмірдің құндылығы, сыйластығымыз, біздердің жоғалмай отбасыларыңыз ынтымақты, берекелі, иманды, салиқалы отбасылардың қатарынан бола беріңіздер барлықтарыңызға. Тек қана осындай жақсы күндеріңіз көп болсын, осы дастарханың тек қана жақсылықтарға жайыла берсін. Осы шаңырақтан тек қана топырлаған балалардың үні шыға берсін. Сол үшін осы біз сол қуаныштардың тек қана себепші болып, соған бір әсеріміз қалай айтады? Куәгер. Куәсі болып жүре берейік, тек қана соған бір-біріміздің сыйласып, құрметтесіп, көрген жерде де амандасып, мысалы үшін қазір таныспасақ, ертең көрсек те біз қарап өтіп кетеміз. Қазір көшеде көрген адаммен амандасып